Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі заңгерлік кеңес бағдарламасында бізде қонақта заңгер Ақгүл ханым. Қош келіпсіз. Ақгүл ханымға ең алдымен бүгінгі тақырыпқа байланысты отбасы мәселесіндегі ажырасу, отбасы құру деген мәселелер бойынша сұхбат құрамыз. Ең бірінші сіздің түсінігіңізде отбасы деген не? Отбасы қалай құрылады? Отбасы мүшелері жалпы мағынасын қалай сіз түсінесіз? Жақсы, көп рахмет Ақерке ханым. Жалпы отбасы деген ол шағын мемлекет қой. Отбасындағы сыйластық, татулық, махаббат секілді атқарушы рөлдер толығымен атқарылатын болса, ол берік шаңырақтың тірегі қаланатын болады. Менің түсінігімдегі отбасының құқығы толығымен сақталу үшін оларда өзіндік бір келісімдер болу керек сияқты. Мәселен алатын болсақ, екі жас бір-бірін басынан ұнатқаннан бастап олардың арасында келісім қағазы болу керек. Яғни, егер екеуі болашақта үйленетін болса, мен үшін мына нәрселер маған ұнайды, мына нәрсе ұнамайды. Болашақта мысалы, мынау менің үйім болды, менің үйім болып қалады, ал мынау сенің үйің деген секілді келешекте ешқандай мәселелер туындамау үшін екеуінің арасында қағаздық тұрғыда да келісімдер болу керек. Бұл енді шетелде бар тәжірибе, іс тәжірибе десек те болады. Соның арқасында көптеген отбасылар бір-бірімен түсіністік, сыйластық, махаббатын толыққанды сақтап келе жатыр. Ал енді бізде көбіне бұндай нәрселерге мән бермейді ғой. Мән бермегендіктен міне еліміз ажырасу бойынша екінші орынға шығып жатыр. Бірінші орында Мальдив аралдары жатады екен. Біз тіпті Ресейдің өзі басы қосып кетіп отырмыз. Оған не себеп? Ақпарат министрі Аида Балаеваның есебі бойынша ажырасудан Қазақстан екінші орында, және оған 5 негізгі фактор әсер етеді екен. Ең бірінші отбасынан басталады деп айтып жатамыз ғой. Дегенмен де отбасылық кейде бізге отбасылық деңгейден шығып, жаратылыснамалық деңгейден де қарап көру керек секілді. Себебі сонда ғана біз өзіміздің ішімізде, отбасымызда қандай қиындықтар бар, мәселелер бар, соны адамзаттық тұрғыдан талдай алатын сияқтымыз. Енді қазіргі біздің көбіне отбасы институты дамымаған деп жатамыз, әкелер аналары институты дамымаған дейміз. Ол рас дүние, ол туралы статистикада айтады. Бәріміз естіп көріп жатырмыз. Әлем бойынша ажырасудан екінші орындамыз, бірінші орында Мальдивы. Тіпті біз Ресейдің өзін басы қостық. Ресейде көбіне отбасыда еркіндік, сондай дүниелер айтылады ғой. Мысалы, заңсыз азаматтық некеде көп тұру болады. Ал біздің енді Қазақстанның өзіне Ресейдің өзін басы қосып отырсақ, демек бізде өте үңірейген мәселе бар деген сөз. Ал енді біз ол мәселелерге тереңнен үңілетін болсақ, бұл мәселелер қайдан шығып жатыр? Статистикалық деректерге сүйенетін болсақ, ақпарат министрі Аида Балаева бізде ажырасуға 5 негізгі себеп бар дейді. Біріншісі арақ ішу, шылым шегу, нашақорлық секілді зиянды әдеттер. Ал енді бұл зиянды әдеттерді қолданатын көп жағдайда кімдер? Әрине 80% ер адамдар. Одан кейін екінші фактор ол лудомания, құмар ойыны. Құмар ойынын Аида Балаева айтады, көп жағдайда 95% ер адамдар осы құмар ойынға салынған дейді. Үшіншісі тұрмыстық зорлық-зомбылық. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 100% десек те болады, ер адамдардың тарапынан болады. Себебі әйелдер нәзік жаратылыс болғандықтан оған әлімжеттік көп көрсетіліп жатады. Төртінші себеп ол отбасыға үшінші тұлғалардың араласуы. Көп жағдайда ер адамның анасы араласып жатады, ер адамның әпкесі, қарындастары араласып жатады, және сол үшінші тұлғалардың араласу нәтижесінен көптеген шаңырақтар шайқалып жатыр. Бесінші фактор бұл әрине әлеуметтік проблема, жалақының жетіспеушілігі, баспана мәселесі деген сияқты мәселелер бар.
Енді бұл енді мемлекеттің тарапынан болатын мәселе, сондықтан мемлекет барынша көмек беру керек. Баспана алудан болсын, автокөлік алудан болсын, төмен пайызбен несиелер беру керек. Дегенмен де қазір енді отбасы банкте жас отбасы, Алматы жастары секілді үй алатын бағдарламалар шығып жатыр. Тек жастар көзі ашық болып, аздап еңбек етіп, тіршілік қылатын болса, бұл дүниелерге де қол жеткізуге болады.